Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Абдыханова Ардақ Әлібекқызы, Жарма ауданы, Абай облысы, Ақтайлақ би орта мектебі. Осығанға дейін де мен бірнеше видеоларымды салдым. Сіздерге сіздер бізден дегендей тәжірибе алмасу мақсатында жүріп жатқан сайыс қой. Енді ол сайыста мәресіне жетуге аз қалды. Мен енді қазақ тілі, қазақ әдебиеті пән мұғалімі болғандықтан, осы оқушыларға біз өлеңді жаттатуымыз керек. Сондықтан мен осы бір әдіс тәсілді сіздерге айтып отырмын. Бұл әдіс тәсілді менің республика көлемінде Абай оқуларынан орын алып жүрген оқушыларымда осы әдіс тәсілді пайдаланады. Ол деген сөз, мысал үшін, жадыда көп сақтау. Мысал үшін, мен едім, мен нарында жүргенде, еңіреп жүрген ередім. Бұл сурет салу арқылы, баланың өзінің ой өрісіне байланысты. Мысал үшін, Исатайдың барында екі тарлан бөледім, қай қазақтан кемедім, бір қазақпен теңедім, өздеріңдей хандардың, қарны жуан билердің, атандай даусын ақыртып дегенде, мысал үшін, атандай деген түйенің суретін салып, дауыс дегенде мынандай дауыс шығаратын суретін салып, бұл бала тұрмақ өзіміздің есімізде жақсы қалатын бір әдіс. Сондықтан осы әдісті әдебиет пәні мұғалімі ретінде сіздерге осыны пайдалануға кеңес беремін. Енді бұның пайдасы өте зор. Назарларыңызға рахмет.